Мысырдан шығу. 26 тарау. Киелі шатыр үшін 10 жабын жасат. Олар жіңішке зығыр және қою күлгін, күрең қызыл, ал қызыл түсті жүн жіптерден тоқылып, бетіне керубтердің бейнелері шебер кестеленсін. Барлық жабындардың көлемі бірдей болсын. Ұзындығы 28, ені 4 шынтақтан. Жабындарды 5-5-тен қатарластыра біріктіріп тіккіз. Осылай біріктірілген екі жапқышты бір-біріне қосу үшін әрқайсысының бір жақ шетіне қою күлгін жіптен баулық сияқты 50 ілгек дайындатып бекіттір. Екі жапқыштың жиегіндегі 50-50-ден жасалған ілгектер бірдей қашықтықта бір-біріне тұспа-тұс келсін. Алтыннан 50 ілмек шығыршық жасатып, солармен жапқыштың екі жартысын біріктірді. Осылайша киелі шатыр бір тұтас жапқышпен жабылатын болады. Шатыр төбесін жабу үшін түбіттен тағы 11 жабын тоқыт. Барлық 11 жабынның көлемі бірдей болсын. Ұзындығы 30, ені 4 шынтақтан. 5 жабынды бір бөлек, келесі 6 жабынды бір бөлек қатарластыра біріктіріп тіккіз. Ал 6-шы жабынды шатырдың алдыңғы жағынан екі қабаттап бүктеп қойғыз. Осылай біріктірілген екі жапқышты бір-біріне қосу үшін бір жақ шетіне баулық сияқты 50 ілгектен дайындатып бекіттір. Қоладан 50 ілмек шығыршық жасатып, ілгектерді солармен бекітіп, шатырдың төбесін осы бір тұтас жапқышпен жапқыз. Жабынның шатырдың төбесін жапқаннан артылып қалған бөлігі шатырдың артқы жағынан салбырап төмен түсіп тұрсын. Ал жабындардың ұзындығынан артылып қалғаны шатырдың екі жанынан бір шынтақ бойы төмен салбырап жауып тұрсын. Қызыл түске боялған қошқар терілерінен де шатырға арнап жапқыш қап жасат. Оның үстінен жабуға борсық терілерінен тағы бір жабын дайындат. Шатыр үшін ақ қарағаннан қырлы бөренелер жасат. Олар қабырғалары ретінде тік тұрмақ. Бөренелердің ұзындығы 10, ені 1,5 шынтақтан болсын. Әрқайсысының табанында қатар тұрған 2 төлкеден болсын. Күллі бөренелерді осылай жасат. Шатырдың оңтүстік пен солтүстік бүйір қабырғалары үшін 20 бөренеден және олардың табандары болатын 40 күміс тағаннан жасат. Әр бөрененің 2 шошақ тығын үшін 2 тағаннан дайындалсын. Ал шатырдың батысқа қараған артқы қабырғасы үшін 6 бөрене және оның бұрыштары үшін тағы 2 бөренеден жасат. Сол бұрыштардағы бөренелер төменнен жоғарға дейін жұпталып, бір шығыршығы бар жоғарғы жақта біріктірілсін. Сонымен барлығы 8 бөрене болады. Оларға арнап әрбіреуіне 2-2-ден 16 күміс таған дайындат. Киелі шатырдың оңтүстік, солтүстік және батыс қабырғалар үшін ақ қарағаннан көлденең 5 сырықтан жасат. Ал ортаңғы сырықтар бөренелердің ортасынан өтіп, қабырғаның бір басынан келесі басына дейін жететін болсын. Бөренелерді, сырықтарды және бұларды өткізетін шығыршықтарды алтынмен қаптат. Киелі шатырды өзіңе осы тау басында көрсетілген үлгіге сай дайындап тұрғыз. Қою күлгін, күрең қызыл, алқызыл жүн және жіңішке иірілген зығыр жіптерден ішкі шымылдық тоқытып, бетіне керубтердің бейнелерін шебер кестелет. Ақ қарағаннан 4 бағана жасалып, алтынмен қапталып, оларға алтын ілгіштер орнатылсын. Бағаналар 4 күміс тағанға бекітіліп тұрғызылсын. Шымылдықты бағаналардағы алтын ілгіштерге ілгізіп қой. Шымылдық ілінген соң, оның ішкі жағына келісім сандығы кіргізіліп қойылсын. Осылай шымылдық сендер үшін қасиетті бөлмені ең қасиетті бөлмеден ажыратып бөліп тұратын болады. Мұнан кейін сол ең қасиетті бөлмеде келісім сандығының бетіне қақпағын қойғыз. Шымылдықтың сыртқы жағына, яғни қасиетті бөлмеге үстелді, оған қарама-қарсы киелі шатырдың оңтүстігіне қаратып,
шам қойғышты орналастырды. Ал үстел солтүстік жақта тұрсын. Киелі шатырдың кіре берісіне арнап қою күлгін, күрең қызыл, ал қызыл жүн және жіңішке иірілген зығыр жіптерден шымылдық тоқыт. Оны іліп қою үшін ақ қарағаннан 5 бағана жасатып, алтынмен қаптатып, оларға алтын ілгіштер орнатқыз. Бағаналарға арнап, қоладан 5 таған құйдыр.